Құрметті достар, бізде бүгін әдемі мини сұхбат бойында отыр. Қазір мини сұхбат сіздерге беретін әйгілі біздің Шымкент шоу театрының актері, біздің сүйікті досымыз Дәурен Жұмаділов. Ассалаумағалейкум. Дәуке, қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, жақсы. Шаршамадыңыз ба? Құдай шаршатпасын. Үйді сағындыңыз ба? Әрине, отбасымыз бар, бала-шағамыз бар, сағындық. Үлкен үйдің 4-ші сезон түсірілімі қалай болып отыр? Керемет, тақырыптары ерекше екен. Жақсы. Өзіңізге бір ерекшеліктер болып жатыр ма осы сезонда? Болып жатыр. Киноның формуласының ерекшелігі, тақырыптарымыз, қонақтар келетін ерекшелігі күшті, керемет. Дәуке, негізі бұлай не ғой? Сіз осы жақын арада бұлай ойнап жүрген жоқсыз ба? Не ойнап жүрсің? Мысалы, көп нәрсе қалай деп жүрсің? Мынау биыл Майра ханымнан миын сұхбат аламыз ба? Майра ханымнан алайықшы. Майра ханым. Майра ханым, сізге сұрақ қояңыз. Майра ханым, қалай, танымал болған жақсы ма? Жақсы да, жаман да. Біздің бұрынғы күніңіз бен қазіргі күніңіздің айырмашылығы қалай? Айырмашылығы ма? Айырмашылығы қиын сұрақ қойдың ғой, Дәурен. Қазір қалай өзі? Жоқ, мен өзімнің ішкі жан дүниемде ше айырмашылық жоқ. Адамдардың жаңағы. Ал енді сыртқы мынау әлем дейді ғой. Сыртқы халықтың маған деген көзқарасы, сондай жағы жаңағы қиындау екен. Достарыңыз кішкене өзгеріп қалған жоқ па? Достарыңыздан кішкене ортаңызда сізге деген көзқарасы өзгеріп байқап қалған жоқсыз ба? Жоқ, жоқ. Мен ондай достарым жоқ айналамда. Өзім қандаймын, достарым сондай. Ең бастысы үлкен байлық денсаулықпен қатар жүретін ол елдің тыныштығы. Егер денсаулығың жақсы болып, елдің тыныштығы да болмаса, ол да қызық болмайды. Егер тыныштық болып, денсаулығың болмаса, ол да жақсы болмайды ғой. Сондықтан елімізге тыныштық болсын, деніміз сау болсын, елімізде жақсылық болсын, патшамыз аман болсын. Қасиетті Рамазан айында Алла Тағала барлықтарыңызға күш қуат берсін. Жақсылықта кездескенше күн жақсы болсын. Үлкен рахмет, сіздермен бірге болған Дәурен Жұмаділов және Майра Мақұлбекова.